Мен айтам, кимейін басқа нәрсе бер, кожаный емес, нормально еркектер киетін зат бер деймін ғой. А көке изначально Арива болған. Күніне бір рет тамақ жейсің, болды соған мәссің, короче. Жағдай вообще жоқ. Мен еще Дархан Жузбен танысқан историям вообще прикольно. Жынданып кетті да, столға тағы 300 теңге лақтырады, короче. Сен онша емес адамсың. Шелек болып қалар деп ойлайсың ғой. Шелек болып қалар. А болса ше. Кім инстаграмға бірінші салып қойды, соның киімі деші. На самом деле біз Томимен емес, Зирумен жүргенбіз. Бұдан кейін не айтарыңды білмейсің ғой. Көстет. Бастайық, бізде мына подкасттың аудио нұсқасы шығады да. Радиоға ма? Радио. Солай десе де болады. Сосын кім қалай отыр, соны адамдар елестету үшін кішкене айтып жүрейік. Кім? Мен өзімнен бастаймын. Содан кейін жалғастыра береміз. Есімім Нұржан, мен ортада отырмын. Сары футболка кигенмін. Че Гевараның суреті бар. Әйгілі Мұрны дәучек. Революционер, кішкене шарж сияқты істеген. Көк трико, сары кроссовка, 2-3 кроссовкам бар, соның біреу. Соны киіп алып отырмын. Шашым қысқа. Тағы не деймін? Сол, әрі қарай? Мен Ануар. Серый толстовка. Ануар айтпақшы сенің атын, е? Қара толстовка, серый толстовка, қара джинсы, қара кроссовки киіп алдында шекердегі бала отыр деген бе. Көп кітап, прикольно место. Привет всем деген. Қолмен еще сермедім былай. Қолымды сермей жатырмын, оң қолымды көтеріп тұрмын. Мен Азат, үстінде ақ рубашка десеңші, ішінде ақ кофта, сыртында рубашка, қара ақ араласқан ала рубашка, серый трико, көк нәски, қара кроссы, қара кепка. Кепканы еще артқа қаратып киіп алғансың, е? Артқа киіп алғанмын, мен оң жақта отырмын. Енді елестетіңіздер, осылай әдемі отырмыз. Күшті отырмыз. Мен поза Зевсада жатырмын жерде. Сен ұйқыдан жаңа тұрдың, е? Сен көріп отқан көрермендерге айтасың. Мен ұйқыдан жаңа тұрдым, бүгін жолдан келіп ұйықтадым біраз уақыт. Концерттен келдің. Концерттен келдім. Концертте жаймен басталып отыр. Ой, Ақтөбе, рахмет. Қалай өтті? Очень прикольно был. Көстет. Мен жақында кімді көрдім? Оксимиронды көрдім. Мен саған жібердім ғой, сылқысын көрдің ба деп. Көрдің ба клипін? Клип жоқ. Оксимиронның камбэгі ғой. Еще қандай камбэг, айтшы? Ну, прикольно, да. Кто убил Марка деген. Тизерін көрдім, бірақ клип көрмедім. Вот, Марк деген, по идее, я не слушал, Оксимирон көп тыңдамаймын ғой. Бірақ Марк деген ол Оксимиронның бірінші альбомындағы персонаж какой-то, да? Сол туралы. Ну, типа, откровение, еще соңында бір қызы жазды оның да өзінің тоже жағдайлар туралы. Оксимиронның қызы там, мынанша текст. Ну, получилось. Бұрын жүрген қызы. Бұрын жүрген қызы жазған. Көрмеген адамдар болса, мен айтпеймін, өте қызық әңгіме негізі. Оксимирон бұрындары енді сол рэпке енді келіп, сөйтіп енді көріне бастаған кезде. Оны доққан ғой? Шетелді оққан әйтеуір. Мен Оксимиронды тыңдауым қиын да, мен постоянно текст ашып қараймын да, постоянно тоқтатасың да, тыңдап отырып, Google-дан іздейсің да, жоғары білім болу керек та, тыңдау үшін ше. Оксфорд, сондай бір несі бар. Сөйтіп, короче, Рома Жиган деген бір рэпер неде турда жүрген кезінде ұстап алғанда, жанындағы досы екеуін, досының аты кім еді? Шок. Қазақстанның мужигы. Қазақстан? Ну, я с ним знаком, кстати, да. Очень отлично. И екеуін ізделетіп қойған на колени отырғызып қойып, короче, бетінен шапалақ берген, бір 10 секундтық видео жазып алған ғой. Ұстап алып соны жаңа қорқытып. И кешірім сұратқан. Сол видеоны анау сақтап, сонымен шантаж жасаған да. Өзінің студиясына реклама жасатқан. И сол видео шығып кетпесін деп, ол ұзақ уақыт бойы жаңа қорқып жүрген ғой. ВК-ға жіберген жаңағы видеоны. Сол 10 секундтық видео шығып кетпесін деп 10 жыл на колени отырдым дейді да. Сөйтіп соңғы 1,5 жылда ол психотерапевтке барған. Астында киноға қатысты да, кстати, вот этот. Русский рэп жайлы. И психотерапевтке барғанда енді ана грузбен жүр, қорқады да. Сөйтіп психотерапевтке барып, жаңағының бәрінен өткен ғой. Сөйтеді да, өзі айтады ғой. Сол клипті сонымен бастайды 10 секундтық видеомен. Любительский видео.
сөйтіп шапалақпен бетінен ұрып жаңағы Рома Жиган деген ше рэпер кешірім сұратып жатыр да оған. Осы видео 2011 жылы шығу керек еді дейді. Бірақ бүгін шығып отыр дейді да, өзі тизер жазады да, дисклеймер. Сосын 10 секундық видеоны береді да, содан кейін отыр. Мен клиптің басынан осы бәрін айтып берсем да, отыр, еще шашы өскен, сөйтіп тұрады да бәрін айтып береді. Қалай болған? Мен соны көріп жатқан кезде анау жаңағы Жиганның шапалақпен ұрып жатқанында мен андай ой келді, мә деп ше. Егер менімен сондай жағдай болса, мен балаларым бетіне қалай қараймын деп ше. Мен біреудің алдында. Ол видео тарап кетті ғой по-любому. Сол 2010 жылдары жестко тарап кетті. Иә. Сөйтіп ол соған жаңағы трек тыңдап отырсам, өзі айтады ғой соны ше. Мен балаларыма ертең мектепте айтады дегендей ше. Басқа біреулер сенің әкең осылай отырған деген сияқты. Сөйтіп соның бәрін айтып келеді да, айтады ғой, Рома Жиган, выходи, я тебя не боюсь деп ше. Өзі жариялайды ғой, получается, ана видеоны. Кстати, вот клип шыққан кезде қасындағы шок бар ғой, шок. Клип шыққан күні примерно бір-екі күн алдын или бір-екі күн бұрын сол Рома Жиганмен октагонда төбелесіп Рома Жиганды ұтқан. Қасындағы шок. Октагонда төбелескен. Иә, олар наши делаем, скоро шығады. Прикольно. Оны шықпады ма ол видеосы? Шықпады әлі. Бір-екі күнде шығып қалады. Тамақты. Соны көріп мен кәдімгідей вау деп жатырмын да. Ол не ғой? Маскулинность дейді ғой. Еркектер мықты прям еркек болып қалу керек деген сияқты ше. Әсіресе рэп индустрияда ол деген қатты дамыған ғой. Иә. Бір-бірінен превосходство деген заттар, там бір-бірінің движенияларын білу деген заттар. Көшектің әңгімесі ғой рэп по идее. И өзінің заңдары бар да, тоже типа. И там біреу, там сен барыга болсаң, сол жақсы по идее. Ну типа, как можешь двигаешься деген сияқты. Білмеймін, түсінбеймін ол затты по идее. Вообще еркектің өзінің любой бір эгосына тиетін заттар дұрыс емес болып есептеледі ғой. Өйткені рэп андай да, сен мен мынандаймын деп айтасың, а егер артында мынандай движняктарың, дұрыс емес движняктарың болса, сен мынандаймын деп айта алмайсың по-любому. Сол да қинаған сияқты ғой Оксимиронды. Сол ғой, не туралы жазады, типа өз-өзінен внутри компаниядан мынадай шықты, например. Мен Оксимиронды көп тыңдамаймын, бірақ түсінемін өзі. Дудькиде бармайтыным сол дейді да, ол ана видео туралы сұрайды дейді. То есть жаңағының өзі... Ол қашып жүрген ғой, проблемасына лицом к лицу ұсталу дейсің ғой. Иә. Мысалға, ер жігіт мынандай болып жүру керек деген сияқты әңгіме бар ғой. Вот. Саған да айтылған шығар. Бар шығар да. Сен мысалға Бюро тобында ән айттың. Сол кездегі костюмдеріңді білем, мен сендердің образдарыңды білем, соған қатысты ештеңе болған жоқ па, саған ештеңе айтылған жоқ па? Мен вообще ауылда өскенсің ғой, папаға арасында ауылдың тәрбиесі. Иә, Шымкентте. Кішкене андай жабайлаусың ғой, қазір ғой кішкене андай жан-жағыңа қарап үйренген сәтте. Басында жабайсың ғой, андай қыстеке дейтін понятие, солармен бірге жүресің ғой, қой таста деп. И сол жаққа келген кезде сондай андай кожаный не киісіп тастайды. А мен вообще өзім кожаный куртка кимейтін адаммын. Сондай образдар кигізеді. Жаңа Бюро тобында жүргенде ма? Клипта. Мен продюсермен қырыламын 2 сағат, кимеймін деймін ғой. Түсірмейміз дейді, Қырғызстанға барып аламыз, еще клип түсіреміз деп. Образдар сол жақта киіп көріп отырық. Мен айтамын, кимеймін, басқа нәрсе бер, кожаный емес, нормально еркектер киетін зат бер деймін ғой. Қоймайды, онда ол да қарсы қылып тұрып алады, онда түсірмейміз дейді. Мен айтамын, түсірмесең түсірмей-ақ қой, онда мен түспеймін, короче. Мен по-любому кимеймін деймін ғой. Ақыр сонда отырдық, 1 сағатта отырдық, короче. Түспеймін, түспеймін деп. Сосын қасымда Гриша бар еді ғой. Ол менен кішкентай всегда келеді андай. Брат, типа, қоя салшы, давай істеп тастайық. Типа, я же давно хотел, он арман болатын сондай, өлең айтып көп бара жүріп ше. И сол менен сұрап келген кезде всегда андай ыңғайсызданатынмын ше. Қойшы, типа, анам бәрі мен келіспеймін, қырсып отыруға кішкене ыңғайсызданатынмын да, сосын сол көндіріп алатын мен всегда. Давай, брат, типа, фигня ғой, короче, тез түсіремін, короче, шешіп тастайсың, ештеңе болмайды. Это типа қазір модада, стильда, короче, нормально, мен де киемін деп. Көндіріп алды, сосын ладно деп соған бола келісе сағам. Содан кейін бірақ келіскеніме әлі өкінемін бар ғой, сол жерді көріп қалсам, сол клипті ше. Балдарым да прикол ұстайды, кет не киіп аласың деп ше, өзің ыңғайсызданамын сондай заттарды. А сен неге кигің келмеді? Біреудің сөзінен қорықтың ба? Білмеймін, ондай зат ешқандай еркек киіп жүргенінде мен өзім де еркектер киеді деп ойламаймын сондай нәрсені. Прям еще андай облега еще жабысып тұрады да үстіңе, сол майка еще кожаный. Ол еркектерге қарағанда больше бір басқа нәрсе, басқа адамдар киетін сияқты нәрсе ма? Иә, вообще жынысы бөлек адамдар киетін нәрсе ғой дейтін. Даже андай жынысты да емес, андай бір ойындарға киетін киімдер сияқты болып көрінген шығар, может саған, иә? Сонымен ассоциируется еще, ол да бар, иә. Жаймен уже андай нормаға кіргізбаған да сондай киім киеді ше.
и маған да короче нормально деп әкеліп тұр да соны, и мен келісе алмадым да типа. А жоқ, қандай топ өлең айтқансың ба не брат? Иә. Базар жоқ. Жоқ, маған типа кожаный, не кожаный типа. Иә, оны Өлең дегеннен өйтіп қаласың ғой. Сөйтіп бір 90 кастингке шақырады, бір кастингке. Жаз болды, ештеңе істемей жүрдік. И жазда бір ай давайте үйлеріңе барыңдар, демалып қайтыңдар дейді. Мен Алматыда үйім бар, әке-шешем тұрады, еще Алматыда өзім үйім бола тұра, мына жаққа офисқа келіп, типа офиста тусоваться етеміз. Офиста тұруларың керек, бір-бірлеріңе үйренулерің керек. Жақта жүресің, короче. Күніне бір рет тамақ жейсің, болды, соған мәзсің, короче. Жағдай вообще жоқ. Не то что өзіміз ақша тауып жатырық, тамаққа ақша таба алмайсың ғой, короче. И ладно, осындай болу керек шығар деп ойлайсың, короче. Как раз Блэкдайл тарап кеткен олардың историясын білесің. Осылай жетеді успехқа деп ойлайсың ғой, короче. Сөйтіп, короче, еңбектенуің керек, давай. Сөйтіп ойлап, примерно бір жылда жүріп жатық, короче. Бір жылға жетпесе 8-9 айда. И жаз келді, демалып қайтыңдар деді, кеттік. Қостанайға балдарға барып келдім, Алматыға қайтып оралам. И как раз сол біткен жоқ әлі, бір айлық біздің типа отпуск. Келген кезде бір кастингқа пробаға шақырады. Қазақфильмге звондайды, барам. Сөйтсем, сол жақта Алтынай дейтін 190 кастинг директор жүр. Кастинг директорлар между собой сөйлеседі ғой. Сол кезде келіп тұр екен, и маған қарайды да, сіз типа келе аласыз ба? Бізде Гакку түсіріп жатыр еді дейді. И Гакку түсіріп жатыр еді деген. Ол кезде уже таңдайсың ғой, нормальный сериал ма, короче, болатын сериал ма, болмай ма? Гакку не түсіріп еді, Гакку сериал түсіре ма деп ойланып қалдым сол кезде. Бірақ өзім Гаккуды жақсы қарайтын сол кезде. Ұят парадтардың кезі ғой, ұят парадтарды жібермей қарайсың ғой. Деп фанат болғанмын ұят парадтың. Балдармен бәріміз қарап отыратын, сабақ оқымай. Не айтады деп. Афера деп те ғой, гитарчы ше. Еще аудик келген кезде деп көшіп кете салды. Сөйтіп, короче, келе аласыз ба деді. Үйге барып ақтарамын, Гакку қандай сериал түсіріп еді, бірінші сериал ма, может какой-то бір передача шығар, түсінбеген шығармын мен. Сөйтіп арманды көремін, сөйтіп ойланып қаламын. Примерно осындай. Болды бір, сәтсіз. Осындай бір проект болып қалса, или может осын жалғасы шығар, короче. Ладно, барайын, ана кісі қайттан звондайды Алтынай. Ертесі күні барам, и пробадан өтем. И сөйтіп уже маған бір күннен кейін хабарласады, типа осындай, сізді алғымыз келіп жатыр. И мен ол кезде де уже әдет болып қалған ғой, продюсермен сөйлесесіңдер, ақшасы бәрін продюсермен, қазір продюсерім бар. И ол қыз келеді да, өзім қасыма жеке келеді да айтады, давай продюсеріңсіз өзіңмен келісе берейікші, бірдеңе қылайықшы, а то әңгімесі көп дейді да, мен білемін ондай теманы. И көбісінен сондай әңгіме ести бастаймын, короче, өзіңмен келісе берейікші. Мен айтамын, неге, типа, какая разница, мен не айтамын, ол да соны айтады деймін ғой. Жоқ, оны, короче, давай лучше өзіміз деді. Сосын мен айттым, как раз бір айлық отпускта жүрмін, оның қол астында жүрген жоқпын, давай, короче. Түстім деп те айтпай-ақ қоямын, короче. Сөйтіп келісеміз, 190 түсіріп тастаймын, сөйтіп болам, сөйтіп қайттан жиналамыз офисқа. Не істедіңдер, айтпаймын түскенімді. И сөйтіп тағы да бір съемкаға шақырып қалады, ол жақпен ол өзі келіседі, короче. Сондай болып жүреді да, и под конец 190 бірінші Гакку телеканалдан шығады, телевизордан көрсетеді, каналдан. Соны көреді да, ол кезде вообще андай особо ешкім білмейді ғой сериалды. А мен өзім өліп қарап жүрмін, короче. Сөйтіп қараймын, сторисіме салам, и маған келеді шақырып, типа, сен не, типа, сериалға қашан түсіп үлгергенсің? Мен өтірік жегізіп жатырмын, короче, алдыңғы жылы түсіп қалған сериал, осындай, короче. Сосын өтірік айтпасай, сен, типа, мен білем ғой, сен қайда түскенін. Мен айтамын, енді отпуск болды, енді бәрін, каждый шагыма, типа, рұқсат сұрамаймын ғой. Осындай кезде келісу керек болды, келісе салдым, короче. Мен өзім сөйлесетінем ғой, ол, типа, саған да плюс, короче, типа, сен өзің барып напрямую сенімен сөйлеспейді, короче, через меня, сенің де абыройыңа кішкене, абыройың көтеріледі дейді да. Видимость, короче, успешного человека. Мен айтамын, ладно, короче, түсіп тастадым ғой, нормально, мен просто кастинг директор қыз танитын едім, өзім баяғыдан танитын подружкам попросила, короче, содан кейін түсіп бердім дедім, тағы да бір жерге жібердім, и сөйтіп тырысып қалады вообще. Сосын тағы бір проектке түстім, под конец бір сериалға түсем, короче, 20 күн съемочный күн болған басында менімен сөйлесіп жүргенде. А олармен еще андай пилоткасын түсіріп тастағанбыз бір жыл бұрын. 20 съемочный күнің бар, ойбай түсеміз, оны мен еще пилотный сериясын көріп тастағанмын, өзіме ұнайтын проект. Сөйтіп деп жатсам, каким-то образом маған қайттан бағанағыдай сен болады, кастинг директор звондайды, өзіңмен келісе берейікші что-то. Ол еркек, ұл бала. А мен продюсерім тоже еркек қой, тіресіп қалған бірімен, короче, сөзге келіп қалған. И маған жындан звондайды, сен продюсерің кім, типа, осындай басты кетіріп жатыр, шатырды тайдырып жатыр. Давай өзіңмен келісейікші, мен айтамын, не болып тұрады. Потом түсіндіремін, короче, қуалап жатыр. Мен айтамын, мен бля, братан, амал жоқ, сонымен келісесің енді деймін ғой, бірдеңе қылыңдар енді, какой-то ортақ шешімге келіңдер. И соңында түсетін болдым, и 20 съемочный күнім бар еді, бір апта түсіріп тастаймыз, біттің дейді, короче, мен түсінбеймін, в смысле. 20 серия емес, получается, басындағы 5 серияда ғана бармын, потом мен өсіп кетемін, басқа актерда ғана ғой, короче, келісе алмай.
И сөйтіп ақшасын да мен бірінші рет өзім келіспедім, короче. И площадкада отырсам, продюсер келеді де, короче, вот сендердің аванстарың бәріне береді, и маған бермейді. Мен айтамын, маған бермейсің ба? Мен сен продюсеріңе жіберіп қойдым, ол кеше айтпады ма не? Мен айтамын, все, окей. Жазам, короче, жоқ жібермеді. Мен айтамын, бәрі алды, почему-то саған жіберіп қойдым деді, типа, алдың ба, алмадың ба? Ну, ағанды алдым, офисқа кеш, сөйлесеміз дейді, короче. Офисқа келем, кірем, что там ақша қанша берді, короче. 100 000 теңге тастайды столға. Мен айтамын, ну, типа, осы аванс шығар деп ойлаймын да, короче, ну, бүкіл проекттің ең осы, короче. Мен айтамын, в смысле, типа, 100 000, мен сенсіз жүргенде де, типа, баяғыда жүрген өзінде ондай ақша алмайтын, короче, серьезно ма? Бар осы енді андай, что-то бірдеңе жасырып тұрған сияқты да, андай, типа, маған тырысып жатыр да, стрелканы маған лақтырып жатыр да, короче, не көңілім толмай тұр ма, айттым ғой саған. Мен айтамын, жоқ, сен, типа, маған контракт бар ма, берші, сен қол қойған шығарсың, гонорарымды көрейін. Жоқ контракт, не маған сенбейсің ба деп қайтып қуалайды. Мен айтамын, жоқ, көрейін да, мен көзбен сеніп тұрмын саған, просто көзім жеткізейін, короче. 2 сағат әңгіме былай созады, мен тұрып аламын қарсап, короче. И вообще желательно бұдан кейін мен кино жағынан бірдеңе болатын болса араласпай ақ қой, типа. Ұрсып қаламыз осылай деймін ғой. Бұл нәрсе қайталана береді, дальше жұмыс істейтін болса. Үйтіп бүйтіп артып бері тартып сосын, короче, жынданып кетеді да, столға тағы 300 000 теңге лақтырады, короче. Мәш қоймадың ғой, короче, ала бер. Мен айтым, в смысле, мәш не ақша? Сөйтіп контракт шығарады, короче. Контракт қарасам 450 000-дай 400 000-ға келіскен. И маған 100 000 береді, короче. Мен айтым, в смысле, сен сонда 300 000 не үшін ұстап отырсың деймін ғой. Типа, мен процентім, мен айтам, сен проценттің көп емес па саған деймін ғой, короче. Сен не істедің вообще? Мен күндізін ұйықтамай, еще съемкада нерв қой, всегда ұйқым қанбайды. Сол нәрсенің бәрі ана жақта мен басыма шауып кетеді. Мен айтам, мен өйстіп қиналып жүремін, сен дым істемейсің. Просто сөйлесіп бердің. Ол қалай болды? Типа, жоқ, ол мен қалтама кетеді деп ойлайсың ба, короче. Ол біздің продакшнда, продакшн бар еше кішігірім. Продакшн расходтары бар, тамақтарың бар, өздерің өлеңдеріңе. Мен айтам, біздің өлең продакшн расход неғып мен төлеуім керек, неғып мен зарабатывать маған. Ол сен бізді жинадың группаға. Нақ күніне бір ақ рет тамақ ішіп жүрдік біз. Сол үшін біткенше ма? Мен айтам, о, не үшін мен зарабатывать еткен ақшаны құртуың керек, сен өзің тап та, өзің вложение жаса деймін ғой. Сен не, типа, жұмыс істемеген келсе айтсай, ары бер. Қайттан маған лақтырады бүкіл винасын, короче, мен де тырысып кетіп қаламын, короче. И бұдан кейін желательно араласпа деймін. Нормально болады, и содан кейін, короче, ұрсып қаламыз. Енді балдардың арасында прикол ұстайсың ғой, что там, анау келді ма, анау бірдеңе сыртынан жамандайсың ғой прикол ұстап. Айвалчы анау деген сияқты. Сондай Арсен бар біздің неде продакшн. Арсен екеуміз сөйтіп переписывать етеміз, короче. И мен жазғанмын ғой, анау, мен жамандағанмын ғой, анау, типа, надел шығарып жіберді, андай мындай, короче. Андай тема еще бәрінде бар ғой, киім аласың, образ сатып аласың, выступать етіп болғаннан кейін қайтып сдавать етесің, короче. И ол бізге сдавать етіңдер, ақша керек, короче, сендердің ары бері жүріп тұруларыңа дейтін тема болған. И мен Арсенге приколса перепискадан жазамыз бірімізге, мен айтам, сдавать етпей қойса, артымыздан біраз жылап жүгірсін, анау мынасындай приколдар кетеді. И сөйтіп Арсен бір запись жасайды да, и ол записьті каким-то образом жібере алмай қалады почтасына, и WhatsApp-тан жібереді. И запись жасап келеміз, студияға келеміз, продюсеріміз, что там қосып беріңдер, тыңдайын дейді. WhatsApp-та ғана бар дейді аудио, короче. WhatsApp-тан қосады, что-то естілмейді, колонкаға тығып тыңдайын дейді да, кетіп қалады ана запись жасайтын комнатаға, колонкаға тығып қосып беріп қойғанбыз. Тыңдап болғаннан кейін перепискаларды оқыған ғой, короче. Мен переписканы оқып көреді, типа, ана жылауықты біраз жылатып жүгіртейік, ана мына соны оқып алады да, маған жынданып шығады. Ол да ойланып жүрген ғой, походу, сендер андай жамандап жүргендерінде андай накаленный страстьтер же такой, оқи салайыншы осылар мен туралы не дейді екен. Сосын жүрші дейді, короче, жынданып тұр, короче. Мен андай жыртылып тұрмын ғой, білмені түсіндім уже, ше. Как раз бүйтіп бірімізден шатысып жүрген кездер ғой, тоғырып, скоро кетіп қаламыз ау, екі жақада жүрген кез, что там, короче, көріп тұрмын. В смысле жылау қой, мен айтам, не айтып жатсың, типа, сен сонда мен артынан, типа, жамандайсың ба, мен айтам, мен онда тұрған не бар, балдардың арасында прикол ғой же, прикол көтере ма не болды. Мен сен, типа, бауырым родной деп жүрмін ғой, сен, типа, мен жамандап жүрсем, онда осы жерден жұмыс тоқтата салайық. И все, уже сол жерде біткенін түсінемін да, короче. Мен айтам, сен тоқтай тұр, жұмысты тоқтата салайық емес, жұмыс болған да жоқ бізде деймін ғой. Просто үйімізге қайта салайық деймін ғой, бәріміз үйлеріне қайтсын, короче, деймін ғой, осы жерден. Айтарлықтай жұмыста болған жоқ. Иә, ондай жұмыс болған жоқ бізде, сен өйтіп жұмыс тоқтатайық деп оны өйтіп үлкейтпей ақ қой деймін. Прям солай кетіп жатсың ба, не анау, типа, ну давай, короче, қоя салайық. Мен айтам, базар нет, все, короче, бір-біріміздің мазамызды алмақ қойық, осы жерден қойсақ қояйық. Қоямыз, короче, бір аптадан кейін 1.90 ютубқа шығады, подписчиктер жиналады, кішкене елдің аузында жүргеннен кейін офисқа заттарымды алуға келем. Етік болмағанда, қалайсың, құшақтап, че, не жаңалық, демалып болдың ба, ашуың басылды ма, бергеш дейді. Құтты болсын, көріп жатырмын.
уже 100 000 бірдеңе подписчик алсаң, короче, Инстаграм кәдімгі көтеріліп кетті ғой, ана мынау шулатып жатсың. Мен айтамын, я нормально, жай мен уже защитный реакциямен уже жалып қалған да, қатайып тұрмын да, что там по делу айтсаң айтса, деп. Осындай, короче. Серьезно, да уже. Енді молодец, все онда, короче, ашуланып болсаң, кішкене сабанға түссең, давай дальше жұмыс істейік дейді, короче. Мен айтамын, тоқта, қандай жұмыс? Все, біз типа тоқтаттық, бәрін қойдық қой, мен жасамаймын дальше. В смысле, мен просто типа ашуланып айта салдым ғой, сен де ашулы болдың. Давай дальше жұмыс істей берейік. Мен айтамын, жоқ, сол жерде біткен, қоя сал деймін ғой. Жоқ, сен тағы да ойланып кел, ашуыңды бас, сен әлі не успокоился, короче. Қайтып ойланып келгеннен кейін дальше жұмыс жасайық, давай, скоро уже новый клип шығару керек, новый өлең шығару керек, как раз сен, короче, халық уже біліп жатқан кезде, осы қызып тұрған темірді басып қалайық, уже скоро клип шығарып тастайық дейді. Түсінбеді, короче, мен айтып жатырмын ғой, болды, жоқ деп ше, түсінбеген. Давай деп кеттім, сол офисқа келмедім. И содан кейін ана 190-ның өлең шығарып жібердік қой Жаран. Оны Арсен жазып берген, короче. Арсенмен келісіп екеуміз шығарып жібереміз, как раз уже в цвет кетті да сол кезде, бәрі сұрап жатқан кезде шығарып жібердік та уже. Ада созылып кеткенде ешкім тыңдамайтын еді. Одан кейін ол сотқа беремін, короче. Ол менің өлеңім, мен жазған, мен айтамын, көке, ол Арсен жазып берген текстің бәрін Ануар кім Рей жазған, короче. Сен қатысың жоқ оған. Бит сатып алып берсең екен, там записьқа ақша жіберсең екен, бәрін андай домашний условияда, короче. Андай студия қылып жасаған жерде жазып тастаған ғой бәрін, короче. Мен айтамын, сен вообще қатысың жоқ. Жоқ, көресің, мен авторский право жасатып аламын, сені сотқа беремін, бүйтемін. Вот сол кезде таныстық қой, мен айттым ғой, настроение жоқ, как куға келемін, не болды, мен айтамын. Мен вообще білмейсің ғой, қорқып жүрсің ғой, авторский право мен соттатып жіберемін екен, реально не істеймін, короче. Сол кезде сөйтіп кипиш болып жүрді, сосын мен де уже жаймен связьдарымды қосып сұраймын, ештеңе істей алмайды дейді. Связьдарың қосып қойды. Жоқ, енді примерно білетін адамдардан сұрап жатырмын ғой, осы темада жүрген, осы сферада. Содан кейін айтады, ол ештеңе істей алмайды, короче, авторский праводан бұрын сен бірінші салып қойдың, оны сен орындап қойдың да, ол получается сен көп салынады. Содан кейін успокоился, сол кезде, короче, көріспедік вообще. Дұрыс. Ушлый мужик екен, кім болса да. Жаңағы подписчик көп болып кетті деп жатыр ғой. Менде сондай эпизод болған, жаңағы Нұрмаханның админ анон деген подкастында кішкене соның ұшын ғана айтқан едім. Қазір кішкене толығырақ айтып берейін, былай болды. Сол кезде ана ұят парад деген проект көрген шығарсың? Иә. Сол жақсы өтіп жатқан кезде адамдар көп жазыла бастады да маған Инстаграмға. Сөйтіп, менде андай паника, мен не болса соны сала беретін едім. Ана бір қонақ келгенде риск үй жинап тастайсың ғой. Сондай ана ішімнен тазартып жатырмын ғой, сөйтсем, так, мына жерде не бір өте аз лайк барларды өшіріп салып, және жерде ше, бір қатты кеткен жерлерім болса өшіріп тастап деген сияқты. Сөйтіп дұрыстап и бір кезде жұмыс істеп отқаным қарасам маған Сәкен Майғазиев подписаться деді ғой. Ничего себе, бүйтіп басып көремін, өзіма деймін, өзі кәдімгі 1 миллиондай ма подписчигі бар. Қарап қоямын, андай подписаться в ответ деген шығып тұрады ғой. Ойланып қоямын ше. Мақұл деп көрші. Подписаться еттім, содан кейін енді ой мазалайды ғой. Енді мені елдің алдында жүрген Сәкен Майғазиев оқиды. Иә, маған Сәкен Майғазиев подписаться етті. Дұрыс нәрсе салу керек деп ше. Не нәрсе саламын? Бір елге қатысты, жерге қатысты бірдеңе салайын. Қой, мен депутат боламын. Иә, жауапкершілік бір пайда болған сияқты да. Ертең не волонтерлар жинап уборка істеп тастайық қалада деп. Ондай да идея болды. Сөйттім да, короче, алдымда да компьютер бар, жаңа жұмыстың компьютері. Соған қазақта ел қайда деген Музарттың әнін қойып қойдым да, 15 секунд тупо түсірдім да. Сөйтіп саласың. Ол нені білдіреді деп ойлайсыңдар. Жоқ, мен дайын болмадым ғой оған. Мен дайын болмадым, бір андай бір жауапкершілік та, ол ше. Сондай бір, қалай айтсам екен, бір іштей бір жаңағы өзі бір ішкі бостандық дейді ғой, внутренняя свобода дейді ғой. Соның жоқ кезінде анау одан сайын мен рамкаға тығып тастаған сияқты болды да, и мен не істерін білмей қалдым. И одан кейін Ерлан Карин подписаться еді ғой, ол президенттің кеңесшісі. Мен оқып отыр, ода да қарасам подписаться в ответ деген шықты ма. Оказывается, мен оқиды екен деп ше. Сондай нәрсе маған қатты влиять еткен. Сен де мысалға таныла бастаған кезде қандай реакциялар болды? Мен білмеймін. Ондай зат мен болмады. Мен типа Инстаграм я никогда не вел. Инстаграм бит адамдағы сөйлеп экранға мен чисто сурет саламын. Иногда видео салып қоямын, там прикол.
Инстаграмда былай мен фильтровать етпеймін, мен боқтай берем там. Мен инстаграм бычыт, короче, мен инстаграм бычыт, так что адамдар подписаться етеді, отписаться етеді. Қызық ештеңе жоқ, контент істемеймін ол жаққа, короче. Ну как-то и инстаграмға попроще относился, и қуанатынмын базар жоқ, там біреу подписался десе, о, базар жоқ, там. Танитын адамдар подписаться етсе, базар жоқ. А так былай не вел никогда. И әлі күнге дейін, менде наоборот, типа, мен экранға сөйлеу, что-то маған қиынырақ, короче. Мен өйткен андай да, типа, блогерс деп. Анда өзімнің рамкаларым бар, короче, блогер сияқты не істеймін оны. Сондай рамкаларым бар өзімнің, типа, андай бір рэп оқып жатқан сұрақ болсын, мен кюп-поп емеспін ғой. Короче, сондай өзімнің әңгімелерім бар да. Лучше сурет сала саламын. Мен ойладым, сен өзіне кішкене проще относишься деп. Ну, проще отношусь, да. Очень просто отношусь, по идее, даже. Ну, анау загон ғой енді сен айтып жатқан. Ну, барым, по идее, да, вот сондай. Мен көп зат сөйлей алмаймын там, андай бір какой-то информация айту даже, там, концертқа бүйтіп шақырсашы, брат, десе де. Екі бөледі адамдар, біреулер андай ұялмай айтты да, осында ребята, кәдімгідей бәрін бөлісіп, қасында адам бар жоқ, қарамайды. Сондай көресің ғой, жалғыз өзің бүйтіп түсіріп көрейінші, короче, ассалаумалейкум, всем, короче, как делаешь? Жалғыз өзің болсаң да қысыласың бітірге тасташы, блогер емессің ғой. Мен даже вот инстаграмда там аудиториямен көп сөйлеспеймін даже, типа. Болады ондай адамдар сұрақ қояды там бір-біріне, или там реакция жібер, типа ондай зат істемеймін, типа тупо сурет какой-то, вообще никакой информации не несет. Или мен біреумен отқанымды суретке салып қоямын, болды, короче, типа. Сенде бірақ просмотрлар жақсы инстаграмда? Вроде да. Саған подписаться етпейді, просто андай бір қарап өтіп кете ма? бір кіріп шығып. Мен андай ұстамаймын да просто оларды. Иә. А ұстап қалу керек қой, қазір, иә? По идее, ұстап қалу керек. Мен сол вот, как я это вот поборю, ішімде өзімнің блогерский всякий там заттарды. А блогер болу саған рэперлерге кішкене зашквар ма? Жоқ, зашквар болғанда просто андай да, я же сперва же музыкант біріншіден. И типа мен өзімнің болып жатқан дүниені там өлең арқылы жеткізу маған жақынырақ та, короче. И камераға сөйлеу как-то маған, типа, по-любому. Лучше текст жасалайын да. Қазір мына жерде қысылып оққан жоқсың ба? Жоқ. Нормально, иә? Нормально. Көстет. Көбісі сені 1.90-мен шекер арқылы таниды ғой. 1.90-да саған кәдімгідей адам көп жазылды инстаграмыңа. 1.90, потому что я сол стрелять етіп кетті, сол сериал. Шекер деп, кажется, закрепил ты, да? Шекер тебя закрепил прям, потому что там прям андай состоявшийся не ғой, типа вообще характер человека. Да, ана жақта сен оқушы болдың да, а мына жақта уже... А вот, типа, оған дейінгі сериал я в ТикТоке увидел. Типа, там бір какой-то формочка киіп сол жаңа 300-400 дейтін сериал ғой, формаға жүрген ше, 100 теңгесін берген. Қалай реагировать еткенің қызық та, өйткені аяқ астынан бұған бірден бір аптаның ішінде бір 100 мың адам келе салды. Менде өзі 35 мың подписчик болатын. Уже свайпты көріп тұрасың ғой, қызық емес қой. Уже бартерға суши жеп тұрасың. Свайп қалай екенін білесің ғой, короче. Если что, бартерға суши ала саласың ғой, ашқап таратсы. Сондай жүрген кездер. Қашан еді, бірінші, екінші сериясын салады. Мен вообще исам қарап атқан жоқпын. Группа бар, актерлар бәрі бірге тұрады. Мират қоймайды жазып. Трендтамыз, уже 500 000, 300 000, 400 000. Ютубқа кіріп қарай берем, тренд сол кезде бір жетіп білгенсің ғой. Тренді қалай болады сонда, типа бәрі қарап жатыр ма? Жиналып жатыр, почему-то жиналып жатыр. А ол кезде мен білмеймін, скорості қалай жиналу керек, может, это норма, короче. Түсінбеймін вообще. Ну ладно, нормально жүрім. Инстаграмға кіремін, тоже байқамаймын. И дос балам айтады, сен кәдімгідей подписчигің ұшып жатыр ғой, короче. А сол кезде как раз біз Томимен жүреміз деп жариялаған кезіміз ғой еще. И содан кейін деп ойлаймын ғой мен, короче. Сол үшін, короче, оның подписчиктері келіп жатқан шығар, может, кюп-поп фанаттар какой-то бір. Соны ойлап жүріп байқамаймын, сөйтіп бір күні, короче, қараймын 50 000. Да ладно, короче, қайдан келіп жатыр, түсіне алмай жүремін. Сосын Мират бір күн тоже жазады группаға, кәдімгідей подписчиктерін өсіп жатыр, құтты болсын, короче. И содан кейін бір байқап алдым да, күніге обновлять етесің ғой, короче. Қанша болды екен деп. Келіп жатыр ма? Келіп жатыр. 100 болады. Мен ойлағам 50 000 50-ге жететін шығар, 30 бірдеңеден 50-ге жетсе нормально. Вообще атак былай проекттерден подписчик жинамаппын, короче, осылай екен ғой. 50 нормально, идеальный деп жүрмін ғой. 50-ден асады да аладым. 70-ге артып тоқтаса да жетеді. Сөйтіп 100-ге бармайтын шығар деп ойладым бірақ. И 3 күнде ма 100-ге барады ғой уже. Потом бір аптада 150 000 болады, короче. Сөйтіп оны суши ала беріп 20 апта асыла. Подписчиктерге пожертвовал десеге. Еще
мен саған мен жаңа 1.90-да қыздарға айттым. Андай болды да. Сыртта тұрып, жиналып қалдық енді. Новый сезонды көруге жиналдық, иә? Новый сезонды көруге жиналдық. И сол кезде кім Инстаграм арқылы суши заказ береді деген сияқты әңгіме болып жатыр да. Сосын мен что-то біртүрлі болып қалдым. Мен сол жерде бір қыз байқап қалды. Неге что-то біртүрлі болып қалдыңыз ғой дейді. Сосын мен айтамын, блин, бұлай сатып аласыңдаршы деп ше. Өйткені андай не да, ертең саған бір жақсы брендтер келу үшін сен андай майда шүйданы рекламировать етпеген дұрыс деп жатыр. Расходовать свое имя. Иә, өйткені ертең саған бір жақсы бренд келетін болса, сен тұрасың да бір андай бір 2-3 мыңның сушиына сторис салатсаң, не қой мынаған типа бермей қояйық деген сияқты. Иә. Бір әнші бар ғой андай жаңағы Мұрат Абділда деші. Арматураның рекламасын салып жатыр деткенде. Көстет. Фейк страницаң бар ма? Да? Неге? Білмеймін. Баяғыдан приватка болатын. И өзіңкінен қарамақ қойыншы дейсің да. Шелек болып қалар деп ойлайсың ғой. Шелек болып қалар? Болса ше. Білмеймін, ыңғайсыз ғой андай. Біртүрлі сосын пал жетіп жүр деп ойламасын, аңдып жүр деп ойлап қалмасын дейсің да. Ят болмасын деп приваткадан қарайсың. Бір фейк бар ма сенде? Неше фейк? Приватка ғой негізі, подписаться етпейсің, просто сонымен қарап отырасың. И балдарды үйреніп қалған, сол жаққа жібереді, короче, нан көрдің ба деп. Смело қарап аласың, қай страницаны алып отырмын дейсің да, сторисін қарайсың. Ұсталып қалмау керексің ғой, иә? Иә. Ыңғайсыз ғой, реально өзің неңнен кіріп қарасаң. Сенде ондай жоқ. Менде бір аккаунт бар, екі аккаунт, оның біреуі, короче, Лил Пил Курил деген. Мен бір орысша чуть-чуть долбоеб персонаж ойлап табыптым да, короче. Скоро өлеңдер сат. Мен орысша проектім, короче, өзім. Бірақ ол типа чисто интернетте болады. Баста Нагана деген сияқты бөлінеді. Жоқ, ондай емес, просто орыс долбоеб қой, короче. И вот сол аккаунт создать етіп қойым, болды. По идее, өзімдікімен смело любой жаққа кіре беремін там. Любойын қарай бересің, көре бересің. Подписаться ете бересің, там лайк баса бересің, нормально. Сен кәдімгі фейкпен отырасың, иә? Фейк емес, ол приватка. Бұны просто Инстаграм үлкен өзің емес қой енді ол, иә? Ол өзің емес. Өзіңнің фотоң жоқ. Прямо аңдамайсың специально, так, мына бүгін не салыпты демейсің да. Чисто интереснен шыққаса көре саласың. Не істеп жатыр екен. Өзіңкінен көрсең, сол жаңағы ойлап қалмасын дейсің да, там аңдып жүр екен, там мен сторисімді қарап жүр екен, мынау. Мен мынау жүр мынаған. Неровно дышты, мен мынау қойған сияқтымын. Сондай ойлар болмасыншы дейсің да. Қарамағыма салып қалды мынау. Болса ше? Білмеймін, маған ол как-то не по себе ғой, андай. Каждый сторисін қарасаң, каждый сөйтіп ойлай берсе біртүрлі ғой. Сен каждыйын қарай бермейсің. Өз-өзін пальчит атсың. Жоқ, бәрін қарамайым. Жоқ, мен сенің кінәлап отқан жоқпын оған. Андай осуждать дейді ғой, я не осуждаю. Просто заявление жазатын деген. Жоқ, просто жаңа білгім келгені ғой. Қыздардың жаңағы бұрынғы жүрген жігіттерін қарайтынын білемін. Сондай тема да бар ғой. Ондай тема да бар. Все в одном ғой, короче. Бәрі бар сондай. Сен бұрынғы қыздарыңды қарайсың, иә? Кім біледі? Кейде солардікін жіберіп қалса қарайсың да, атак арнайы іздеп қарамайды екен, аңдып ше. Андай бір новости бар, сторис болса, сол жақтан қарайсың. Еще андай класстастар, мектепте бірге оқыған балдар подписаться етіп қойса бізге десе, ана страницаны подписаться етіп мәсіп қоясың ғой, неге сол жақта отырамын дейсің ғой, короче. Ана жаққа кірмеймін мен, короче. Достарың осыны көреді, айтады ғой, ана жақтан подписаться етіп. Иә, осы жақтан отырамын, короче, осы жақтан подписан болсам жетеді, короче. Сол жақтан подписаться етіп қоясың. Ана жақта неге подписан емессің, основной страницаны десе, ана жақтан подписан ғой, зато мен неге сол жақта отырамын, мына жаққа ештеңе салмаймын дейсің. Ілініп қалады саған бәрі. Ілініп қалады. Негізі ана жақта күніне 3-4 публикация сала беремін мен. Кәдімгі реально жүргіземін ол Инстаграмды. Күніге сторис саламын бұл жаққа. Основнойға не салмаймын, сол жаққа бәрін саламын. Айтып қойса бізде саламын. Біткесін айтамын. Жоқ, былай айтып қойсайдың. Там, например, кинода боласың, съемканы плейбэк түсіріп алады, ал ол съемканы салуға болмайды, түсіруге болмайды дейді, бесплатно түсіріп алады, сол фильмнің кадрларын салып аласың. Сен сол жаққа подписканы ақшамен сатсай. Ана жақта 1000 ба публикация бар. 1000-нан көп шығар даже. Қош. Реально бәрін сол жаққа саламын. Бірақ ол жабық, иә? Жабық.
фея перизатта болсаң там или өткенде бір подкаст түсірдік қой сол офиста. Соны салып жібересің, короче. Фея перизаттың офисында болдық. Сегодня снимали. Например, бүгін жақындарым біліп жүреді қаяқта түскеніңді там не күту керек. Иә. Чисто таныс өзінің балдарың, короче. Прикольно, істеп алу керек сияқты. Бывшылар деген маған нормально екен деген. Бар дейсің ондайлар. Отырып создавать етіп отырсың ба? Так, неде жазамын? Любой қызбен сурет сала бересің, короче. Ана қызбен таныстым бүгін, короче. Атымнан дай деп салып жібересің. Ана қыз салсаң не деп ойлап қалмасын дейсің да. Үйде подряд сала бермейсің ғой жақта. Біреулердің не ойлайтынын ойлайсың ғой, получается. Білмеймін, өзім жеке Мен тағы да айтайын, мен сені кінәлап жатқан жоқпын, не осуждаю, просто откуда это жеке пространством ғой, короче, көрсеткім келмейтін, наоборот. Олардан жасырғаннан емес, өзім көрсеткім келмейді. Например, там кішкентай балдар қарауы мүмкін деген сияқты, там қайттан все же, типа, там бірдеңе пропаганда, там темекі болсын, алкоголь болсын. Ондай нәрселерде, типа, сала бересің да, смело там. Біреулер даже звездалар там суретке түсіп жатқан кезде столдан бәрін алып тастап сөйтіп түседі ғой. А мен былай пофиг түсіре беремін да, жібере бер, короче, анаяққа салып тастаймын. Анаяққа салмайсың, короче. Сондай нәрселер, в общем, нюанстар көп. Ондай бар, мысалға, ондай нәрселер бар. Әншілермен, мысалға. Сендермен отырып көп зат үйреніп отыр. Иә, тойда бір неседе отқан кезде, көзім ашылды. біреу суретке түсіретін кезде дастархандағы артық нәрселердің бәрін алып тастайды. Олай да істеуге болады. Мен суретім бәрі тұрады ғой. Сөйтеді да, ақ дастарханда. Сұқ, біреу ұйықтап жатады. Нерде кокс, шөп. Бірақ кесілген бутылкалар жатады ғой. Біреудің құлағы қанған. Кесілген бутылка. Мен просто өзім андай метание ножеймен айналысамын да деген. Қосындай. Көстет. Да, басқа не болып жатыр сенде, не жаңалық? Кеше кроссовки сатып алдым. Соңғы жаңалықтардан ба? Иә, не айтам бар. Ақтөбеден алдың ба? Жоқ, Алматыдан алдым. Ақтөбеге киіп бару үшін деген ба. Не? Кеше Сулифадан ұтылып видеода шудым, тағы не бар. Кіммен тұрасың сен? Балдармен? Кім? Олар рэперлер ма? Жоқ. 2 жыл бойы Улан біреуі. Улан, Ула ма? Иә, біреуі Марка. Марка? Үшеуің тұрасыңдар ма? Неде тұрасыңдар ма? Анау, ойбай, аты не анау? Танымал. Жоқ, Баспатыр. Қазір қаладасыңдар. Офистің тұра жоғар жағындамыз. Жақсы. Басқа ештеңе. Марка Астанада қазір емделіп жүр. Ула екеуміз 2 комнатада жүрік. Көп сөйлеспеймін. Андай, онша емес адам ғой. Сонда екеуің сөйлеп айтсам, ұлан атылып қалдым ба сен телефондан? Иә. Сен 2 адам үшін 2-ші орын алдың ғой сонда, иә? Жетістік. Күміс дейсің ғой. Хотя бы бар деген. Дұрыс, альбом қашан? Альбом. Короче, мен осы жерде айтайыншы, альбома не будет деген ба? Не будет? Синглдар менде, короче, мен альбом жазып қойғанмын негізі, и назвал его қате, типа. Менікі дұрыс, бірақ ол қате. Менікі дұрыс болған, қате болып тұрды, короче. Сондай альбом жазғам. Ішінде 16 трек болған. Сөйтіп ол 16 тректің ішінде қысқарып 12 болды, сөйтіп мен андай миым ашып кетті да. Я хочу сол альбомдағы тректерді просто выпустить сингл ретінде, а я написал уже другой альбом. Бірақ атын білмеймін, и когда выйдет, не знаю пока. Маған сенің жаңағы сенің партыңдағы бір сөз түсінсіз өзің айтып жүрсің. Менің тілім бөлек, ілім деген. Менің тілім бөлек, ілім, білің, інім, типа. Білің, інім. Білің, жүрің, алың дейді ғой. Иә, андай жалпақ тіл ғой, мен ешқашан әдеби сөйлемегенмін ғой, мен әдеби текст жазуға не обязанмын, типа. Даланың мақтанышы, үйдің жексұрыны. Мен сен текстерді білем ғой. Ол вообще анау ал дейтін алаш деген трегі бар ғой, 13-ші выпускта. Сол трекқа біздің трек болған. Мен сояқтағы куплетімді просто жаңағы неге жазғанбыз, Көкеге. А Көке изначально Арива болған. Сояққа қоя салдыңдар ма? Короче, біз Көкедегі бүкіл куплеттер Арива деген трек. Еще ояқта Жека, Хиру бәріміз болған. Арива деген тректер болған, бірақ куплеттер Көкедегі барлығыныкі. Потом біз Көкені басқа трек қылдық та, короче. Айттым ей жоқ, бәрінің бүгін секреттер. Көке ол басқа трек болып кетті да, өйткені ояққа басқа идея битқа келді. И Арива припев қалып қалды, получается, біздегі где-то там жатты. И біз Көкені шығардық, Көкеден кейін вот кім бақалар там, вот Ариваны мынандай қып істейік деді. Давай, короче, и Ариваны істедік. Бақалар? Баха, Джамал мен Ганжа. Мен еще Дархан Жүзбен танысқан историям вообще прикольно.
2010 жылы микрашқа келем ғой, 4-ші микрорайонға. Бұл кезде еще балуюсь, түтінмен балуюсь деген ба. И сол зат алуға келем дворға, короче. Алмас деген дос балаға сатып алуға келем. Там и тиынды беріп жүрмін, күтіп отырмын. И бір бала, қасында қызы бар, гитараны ойнап отыр. Қасына барым, чо, брат, айтып жібересің ба? И ерікпе деген өлең бар ғой Дархан. Соны айтады. 2010 жыл, братан. Ол өлең бар. Ол сұрақтар тұратын еді ғой. Түнгі клубтарға неліктен жүрсің сен. Соны тыңдаймын да, ё-майо деймін ғой. Базар жоқ, и жаңағы бала алып шығады затты, короче. Мен айтамын, жүр, братан, короче. Сен мен боламын, короче, мен бүгін деймін ғой. И давай, и ол там гитара менде 48 строчка болатын. 48 жол деген өлең болатын там. Кемпір қосақ көргің келсе жаңбыр қашыда там. Короче, сондай бір андай бір қазақтардың туралы бір какой-то бір. Қазақтар туралы, короче. И айтам ғой, брат, бір рэпқа келетін оқышы, короче. И 48 жолды оқимын, и 3 минут ол тоқтамай ол да екеуміз, короче, жақсы сөйлесіп кетеміз. Екі музыкант кездесесің ғой солай. Еще ол кезде типа қайқа бармасаң түкірсең орысқа тиеді, короче. Түкірсең орыс рэперға тиетін заман ғой. И типа мен үшін жуз такой андай арасынан ярко выделяться еткен адам да, чисто из-за того, что қазақша істейді. Біріншіден, екіншіден дотовано жаңағы ерікпен білесің ғой, брат, что за өлең, қандай энергия жатырған жақта. Соның бәрін тыңдаймын да, ё-моё. И сол кезде жуз екеуміз айтатынбыз там. Типа қазақша скоро ес болады, қазақша скоро айрат деп ше, короче. А бірақ изначально мен рэпті оқып бастаған кезде маған просто на қазақша удобно болды да, выражаться ету. Типа, а былай орысша жаза беремін негізі. Күшті. Көстет. Сен Томимен жүрдің. Соны жарияладың. Жариялаудағы себеп қандай болды? Томи деген? Түсінбедім соны. Томирис. Томирис деген актриса қыз. Томирис Ибрахан актриса қыз. Қайсы ма? Томи кірш десең. Томи в студию деген ба? На самом деле біз Томимен емес, Зирумен жүргенбіз. Зируза екеуміз жүргенбіз. 2 жылда жүргенбіз. Маған сен реакцияң ұнап біткен. Зируза деген генгстер шет қой, братан. Зирузамен жүрдік 2 жылдай. И жүрдік басында. Ол кісінің продюсері бар, Ерлан Алимов. Ол кісі кішкене қаталдау. Оған, короче, по контракту болмайды. Ол кезде как раз Q-pop десе, сразу бәрі 91, либо Зируза. Сол кемеске алады. И оған как-то болмайды ғой, уже жігіттер қарамай қалады, там жігіті бар дейтін әңгіме шықса, сол үшін там сондай бірдеңелер шығар, я көрсетуге болмайды там. А в основном продюсердің в особенности продюсерге айтып. А он вообще в курсе, да? Сендер жүргенде. Ол да білмей ма не? Ешкім білмеген. Ол кісі андай ғой, короче, көрсе сындырып тастайтын мужик та, короче. Если что, Зирузаның өзі де айтып жүреді, короче, там біреумен жүретін болсаң, мойнын үзіп алған, короче. Мужик кісі да, короче, ана кішкене қорқасын да, кісі қоймасын, короче, еще боксер мужик. Суперстарға қатысқан мужик. Не хочется, короче, бір дело иметь етуге ол кісімен, короче. Сосын сол кісіден жасырып жүреміз, басында жүріп бастаймыз. Сол жаңағы группада жүрген кезде ғой, жаңағы 300 лақтырды ғой ана жерге. 100 сол стол мына жерде тұрғанда ана комнатада отқан дейсің ба. Сол кезде таныстық, сол кезде жүрдік, группадан кетіп қалған кезде бірге тұратынбыз. Сосын, короче, жүріп жүреміз. Ешкім білмеу керек, особенно ол кезде Q-pop прям жанып жатыр. Любой фанаткаларың даже жалғыз кетіп баратса, короче, оны ұстап алып, артынан түсіріп, сыртынан түсіріп сөйте береді. Зирузаны в особенности. Сөйте береді, и көшеде жүруге қорқады, короче. И максимально скрытно жүріп жүреміз. И уже жаймен полить ете бастайды. Но мен ешкім танымайды, бірақ сонда да қасында біреу көрсе болды, түсіріп алса болды. Там салып жіберуі мүмкін, короче, бір жігітпен кетіп барады мына жерде, короче. Прям активный ғой кезде фанаткалар. Содан қорқасың да бір жерге барасың ба, короче, Зируза шығып кетеді, 5 минуттан кейін шығасың артынан. И алдыңда 10-20 метр кетіп барады, танымайсың, маск тағып аласың, короче, ол да маскамен қымданып алып сөйтіп жүреміз. И 1-2 айда жүреміз уже. Жоқ, 1-2 ай емес, ол кезде уже көп жүріп тадық. Қыста жүріп келдік, жаз бойы жүрмедік, потом қайтадан күзде жүрдік. Сол кезде уже бірге тұрып жүрген кезде сондай болатын. Сол кезде сөйтіп жүрген кезде и как-то уже жасыра беруден не то да андай. Да, өзіңде қандай болмашы. Өзің біртүрлі боласың, жүргің келмей қысыласың да, короче, нормально ауа жұтамайсың. И ол да түсінеді, и никак ол проблеманы шеше алмаймыз. Мен айтамын, может, там айтайық, Ерлан аға айтайын мен, короче, ойласың. Жоқ, айтпа, короче. Всегда андай не хотела она сама, типа. Мен жұмысыма кесір тиіп кетуі мүмкін. Оларына, типа, мен айтамын, еркек кісі ғой, түсінетін шығар, давай, типа, түсіндіріп қой. Хотя бы он знал, чтобы, да? Өзі біліп жүрсін ертең, сырттан біреуден естіп қалып, короче, саған әңгіме айтпасын. Соның өзінде де ол қорқатын, короче.
продюсерден қатты андай сол кісіні қатты тыңдайтын еді да, кішкентай кезінен сол кісі алып келе жатыр ғой. Содан кейін айтпақ қояды ертең жұмысыма кесір тиіп кетеді, анау мынау, короче, әңгімесі көп болды. Всегда тоқтатады, ладно, сөйтіп тығылып жүре бересің. Тағы бір рет қайтадан бір жарылған кезде қайта успокоить етіп тастайды, ладно, тағы бір ай жүресің. Сөйтіп бір күн Томириспен сөйлесе бастайды. Томириспен таныстырады, Томирис келіп жүреді, короче. И бір күні отырдық та, мен, короче, әңгіме арасында екеуміздегі ойымыз бір жерден шығады. Мен айтамын, давай, типа, мен Зирузамен сөйлесіп жатырмын, давай, осылай жасайық, типа, мен Томимен жүріп жүрмін деген сияқты, сондай видеомыз, иә, сондай видеомыз жасайық, короче. Типа, көрсетейік, солай Томимен жүріп жүрміз, на самом деле біз жүреміз, оны ешкім білмейтін болады. Зато свободно жүре аламыз. И вдруг бізді біреу көріп қалса, если что, Томирис сен подружкаң, короче, там мен Томирис әлі сенен бірдеңе сұрайын дегенмін, короче. Сол үшін көрістік, там, продюсеріңе де әңгіме жетіп, сөйтіп айтамыз, иә. Томиристі главный не қылып шығарып қоямыз. Бірақ бір жағынан уайымдаймыз, может ертең ол басқа жігіттермен там сөйлесе алмай қалатын шығар, и сен выставлять еткеннен кейін айтады ғой, сен анамен жүрсің деген сияқты. Сондай болып қалмай ма екен, давай өзінен сұрайық деп шешеміз, короче. Өзінен сұрасақ, да нет, нормально, короче. Давайте, типа, егер сендерге көмегім тисе, типа, я рада дейді, буду рада. Сосын давай сөйтіп бір аптадай жүреміз. Қалай болады екен? Давай сурет кетсек, ыңғайсызданасың, андай күліп жүре бересің. Вообще сурет жасай алмай бір апта жүреміз, короче. И бір күн ДМ бар еще, қасымда жүретін бала. Суретке түсіріп алды, как-то спонтанно түсіріп алды сыртымызда. И әлі де решаться ете алмай жүрмін да, жасаймыз да, жасамаймыз. Просто так айта салдым, айтты кетті ғой. И бір күн каким-то образом, короче, сал жере салам ғой тупо. Ол кезде бір 90 шықпаған еще. Сал жерем, кәдімгідей киіп шығып, Гаккуден звондайды, ана жақ НТК-дан звондайды. Жаңалықтардан көрсетті ғой кәдімгідей. Интервью беріңізші, Томириспен жүреді екенсіз ғой, анау мынау. И мен өзім прикол ұстағым келді да басында, и серьезно кетіп қалды да, и давай осы нені ұстап алайық, осы вайпты ұстап алайық, давай дальше қолай берейік, короче. И Томириске айтамын, короче, просто так сурет салмайтын болдық, короче, кәдімгі жұмыс басталды бізге деймін ғой, давай дальше қолай берейік. Сосын ол да давай дейді, короче. Біз мәзбіз, короче, все, бізден бүкіл внимание кетті, короче. И Томирис екеуі жүреді деп ойлайды, уже көшеде көрсе де ешкім ештеңе демейді. А басында бір-екі рет көріп қалған кезде уже жаймен әңгімелерге кете бастаған. Мен группада жүрмін, типа азынап адамдар таниды. Азат деп біледі, короче, сол бюро дейтін группадағы баламен Зируза екеуі бір таксиге отырып кетті, бірге кетіп баратқан, бірге қайтып баратқан, сондай әңгімелер шыға бастады да. И содан кейін ғой біз уже қорқа бастадық, сөйтіп әңгіме жетіп кетпесін, шығып кетпесін деп. Содан кейін уже Томирис екеуміз прям алдыға кәдімгі өзімізге вниманиенің бәрін тартып алдық. Содан кейін сөйтіп смело жүре бердік, 1 жылдай ма, 2 жылдай жүрдік. Наоборот, там съемкаларға шақырады, анда шақырады, бірге пара болып жүресің, короче. И бір күні қайтадан осы кісінің несі болады, жаңағы бір күн дейтін сөзе ғой. Өзі бір үйде тұрамыз, бір апта бұрын Зирузаны түсіріп тастаған, сол подъезден шыққан. Оны еще қай жерде тұратын продюсер біледі ғой. Мен де сол үйден шықпауым керек, короче. Мен айтамын, короче, осындай дейді жатыр. Мен оны ойламағам ғой, азында келеді, короче. Сөйтіп Зируза потом бір айтады ғой, сен қуасың ба, басқа адресті бер, короче. Мына жерде мені түсірді ғой бір апта бұрын, политетіп қояды ғой, короче. Давай, короче, резко шығам, басқа жерден шығам, короче. Томириспен келіспегенбіз, ақылдаспағанбыз, съемка болады, давай, бірімізбен келісіп алатынбыз всегда. Так, бүйтіп айтамыз, мында болдық, анда болдық, короче, бүйтіп таныстық. И сөйтіп келіспей қалдық, короче. И максимально андай жақындамай жүрмін ғой қасында да, общий сұрақтар қойып қалмасын. Или бірдеңе, подозрительный бірдеңе болса, Томирис жауап бере берсін деп. Либо мен жауап беремін, Томирис сразу түсінеді да, үндемей отырып қалады, короче. Үйге келіп екеуміз айтып жыртылып аламыз. И сөйтіп бір кезде, короче, сол съемочный күн өтіп жатыр. Гаккудің офисіне келеміз. Томирис кіріп кетеді, типа, Азат сен шыға тұр дейді да, короче. Томирис жүр деп, Томирistің жеке өзіне сұрақ қойып алып кетеді. Жеке түсірген ғой, бір жайлы айтсын деп, ше. Сосын монтажды қарасаң, не клеится вообще. Екеуің екі түрлі. Иә, екеуі екі түрлі. Сөйтіп отырып, примерно келеді ғой, просто мен ойладым, ұмытып қалған шығар деп, ше. Екеуің қалай жүріп кеттіңдер деген сияқты бір сұрақтар болды да, кімге бірінші жақсы көрем деп айтты деген сияқты әңгімелер сұрадым ғой, есіңде ма? Екі түрлі показания ғой енді. Кіріп кетеді, короче, мен не болады екен, короче. Ладно, үлгерейтін шығармын, қазір шығады, не сұрады деп біліп алам. Или, может, там, загадка жасайын деп жатқан шығар, короче. И ладно, нормально, тұра берейінші. Аяқта Зируза жазып жатырмын, осындай болып жатыр, короче, ебать, кипиш болып жатыр. Бірдеңе қылымдары, короче, дейді. Сосын шығады, и мен анымен сөйлесіп үлгермеймін ғой, көзімен маған көрсетіп жатыр, короче, бүйтіп. Мен чотам, короче, Азат жүр, короче. Кірем, экзамен болып жатыр ғой. Кірем, типа, түр бермейсің. Там сұрақ қояды, қалай таныстыңдар? Ол не деп жауап берді? Иә, қалай таныстыңдар? Мен айтамын, қалай танысқанда сол, как обычно, дейсің ғой, короче. Мен білмеймін, бір кастингке барғанда десем, Томирис паркта деп айтты ғой, шатасып қалдым. Паркта, походу паркта, короче. Паркқа да бардық қой ол күні дейсің ғой.
бірінші свидание қандай болды, кім бірінші жазды, кім фантазиясында базар жоқ. Қаяқтан алсаңыз партайса. Кім бірінші жазды десе, енді екеуміз де жаздық қой, короче, деп андай общий жауап беріп отырмын да, короче, мына жаққа тартып жатқан жоқпын, максимально андай аккуратный жауап беріп отырмын да. И бірдеңе не толып қалса, бүйтіп айтты ғой, иә, сондай, ұмытып қалғам ғой, уже 2 жыл болды ма, қанша жыл болды деп қоясың ғой. Уф, андай, вроде бы ұстап алмадық, короче, шығамыз, ебать, короче, сен не деп айттың, мен не деп айттым, короче. Ладно, нормально, если что, там, короче, ұрысып қалған едік, там, или ұмытып қалдық деп айтамыз. Главное, палевно болмаса болды, сөйтіп кетіп қалдық. Сол кезде бір рет салып қала жаздадық, и бір рет бір концертке барған кезде сыртымыздан тағы да біреу көріп қойды, короче. Бір фанаттар жазып жіберген, короче. Ерлан Алимовтың өзіне жазып жіберген. И сол кезде де, короче, ол Томи жайында сұрайын деді деп па, сондай бірдеңе құтылып кетті. Одан кейін бірақ былайынша жүре беретінбіз. Бірақ андай қызықтар болатын. Жесткий кейс қой мынау, Андай қызықтар болатын, бір блогерлар, кішкене аты барлар көбісі жазады, подкатывают, короче. Запросқа келіп тұрады, дайректқа жазады. Білмейді ғой. Мен соған кейінен, короче, қынжылам, айтайықшы, короче. Алла сен жігітің жоқ деп ойлайды. А бұл жауап бермесе тоже палевно, короче. Сондай қызық моменттер болатын. Сол үшін де басынан айтқым келетін, короче. Қызған бөліп жүресің ғой, потому что Зирузаның сыртынан қарап бәрі қызығады, кішкентай қыз сүйкімді, короче, бәрі сөйлескісі келеді, короче. И қызғанышта өртеніп жүреді. Қиын кездер болды. Иә, қиын кездер енді амалдың жоғынан жасырдыңдар ғой. Бірақ қалай ойлар жеткен деймін да, кәдімгідей бір шетелдің выходтарын кәдімгідей сериалға түскендерін көрініп тұрды деген. Өзімізге сол история потом бар, біреуге айтып берсең, кино түсіру керек сценарийге деп ойланып қаласың. Негізі күшті істеп тастадық бай дейді ше. А бізге байқалмайтын, короче. Сразу бәрін автоматикке де беретін. Менде сразу ой келді. Соңында не болады, қызық болып отыр деген ма? Соңы немен аяқталды? Қалай бітті? Бұл махаббат оқиғасы қалай тоқтады? Соңында мен атып кеттім, мен жоқпын ғой қазір деген ма? Басқа біреу түсіп жатыр ғой десең. Иә, немен аяқталды оқиға? Қалай? Оқиға немен аяқталды? Төңкеріп тұрсаң да білесің, өзің білесің. Оқиға 1 жылдан асты, 1 жыл болады скоро. Жүрмей кеткендер ме? Я сол съемкадан кейін, 1 айдан кейін ба расстались. Ұрысып та емес, просто, короче, қиын болып кетті. Сол кезде Томимен расстались деп әңгіме жібердің, сол кезде, иә? Сол кезде уже я прям Томида ух деген шығар. Ертесі күні Гаккуге неге шақырады, подкастқа неге? Анау қалай еді, программа бар еді, подвалда түсіретін, өлең угадывать ететін, тыңдама. Тыңдаға шақырды. Түнде расстались, азанда сол кезде барған кезде айттым ғой, типа расстались. Жазыңдар қыздар маған десең. Қазір де жаза беріңдер деген. Сол кезде расстались, содан бері 1 жыл өтті ме, өтпеді ме. Бірақ қазір вообще как назло, в основном көбісі бывшылармен көрісіп қала береді ғой. Бізде білмеймін, почему-то вообще содан бері 1 ай рет көрістік. А так мен ойлағам, енді часто көрісіп қала беретін, кішкене қиын болатын шығар. Вообще одан бері 1 ай рет көрістік, одан бері көрмедім. Білмеймін даже. Сөйлесіп тұрмайсың, дос сияқты араласып деген сияқты. Одан кейін даже бағанағы әңгіме бар ғой, приваткадан сторисін қарайсың, ондай да болған жоқ даже. Қатты ұрысып қалған шығармыз даже. Ал Томи ше, осы оқиғада кішкене жаңа Томиді түсінуге болады, ол сендерге көмектесем деп 2 жыл, иә, біреумен жүрмін деп айтып жүрді. Томидан сол үшін басынан сұрап алдым мен, короче. Сен еще рэпті қойып, бай-бай, рэп деп, өлең айтып қойып кеткенсің ғой, брат, иә? Сен, короче, 8 жыл іштеңе жазбады, 8 жылдан осы туралы да трек шығарсай, Оксимирон сияқты боласың. Томимен нормально көріскен кезде, типа, привет. Енді басынан Зирузаның подружкасы ғой, оған не дейсің? Басында ол өзі келісті. Ол только типа кейін айтпадым, ол что-то мен де жеке өмірім бар ғой. Да, мне что-то, блин. Білмеймін, ол а так в любое время ол өзі сондай ашық қыз ғой, типа любое время айтатын еді. Блин, что-то давай қоя салайық. Типа маған не то отыр, маған кесір тиіп жатыр деп. И всегда сұрайсың, там съемкаға шақырып жатыр, бірге кетіп барып қойдайық. Қарсы болмайтын, давай, короче. Сен екеуің жүрмейміз деген кезде саған хейт кетті, иә? А Томиге қолдау кетті, иә? Мен байқағаным. Типа мен шекерде постельный сцена, соның бәрін шыдады. Содан кейін мне кажется, расстались деп ойлады, типа сөйтіп жаза бастады. Оны халық жұбатып жатыр ар жақтан. Сен онша емес адамсың. Нашар адам. Иә, бұған айтылар, оны баға неге тастап кеттің деп. Иә, сондай әңгіме болды ғой. Шекердегі қыздарды көріп ап.
сол кезде короче бәрі ойлайды ғой Томирис қызғанбай ма, фу Томирис қалай жүріп жүрсің, мен Зируза қызғанбады мына жақта Зируза қызғанып Томиристі жатыр ғой. түсінбеген, Зируза қызғанбады ма кезде? Қатты қызғанатын ол. Қызғанған андай болады, ренжіп қалатын ол. Бірдеңе айтсаң жауап бермей, жауап береді де, короче. Суық жауап береді да. Артынан жүресің, енді кино ғой. Қалайсың десең, нормально дей салам, өзің деген жоқ. А чё ғой, короче. А чё, нормально деген сияқты. Баш деп андай. Бұл оқиғада Түйін. ой бір өле келді да кәдімгі мынандай бірдеңе қайтып кетіп қалды. Бір шықпай қалған әңгіме ғой. Иә. Сонда бір история болған шығар дейсің. Шарптайнатын иә сол. Бұл оқиғада маған ең қызығы бәрі ол қызы жаңа баланың бұрынғы қызы деп ше, қай жаққа барса да соған қатысты нелер, мен де сол туралы сұрайын, кіммен жүріп жатсың деймін, ешкіммен деп қояды. TikTokта хит болып кетті сол видео. Шынында ма, кіммен жүремін дейтін ше. И жаңағы ол енді ол шлейф кететін шығар да осыдан кейін, өйткені ол баламен жүргеннен кейін сразу сенімен жүріп кетті, дұрыс па? Ұзақ уақыт болған жоқ иә арасы. Прикол анада болатын, короче. Ешкім білмесе де, сыртта халық обычно не білмейді, бірақ бала біледі. Бала біледі, иә. Бала мен ұмытасын бүйтіп қарайды, чатам деп ше. Именно бала білмеймін қайдан екен, бала біліп алған ғой. Көрген сайын бүйтіп чатам деп, содан бері баламен де андай күшті көріскен сайын жақсы не істейтінді, жақсы білсетінбіз. Сен Ерланға айттың сосын, иә? Сосын жүрмей кеткеннен кейін ол кісі. Айттың ғой? Иә. Өзің барып айттың ба әлде ол біліп қойды ма? Біреулерден естіген ғой ол кісі де. Уже жаймен ұзақ жүре бастағаннан кейін басқа адамдарды біле бастады уже. Бір-біріне жеткізген ғой. А уже ол кезде жеткізіп ол кісіге жеткен кезде біз уже жүрмей кеткен едік. Шақырды. Мен бір подругам бар, короче. Сол мен встречада отыр екен. Ерлан аға шақырып жатыр сені дейді. Мә, не дейді екен, уже страх басталады ғой. Не үшін шақырып жатыр, не болып қалды, короче. Еще, кстати, кешірім сұраймын, өзім әңгімемді бөліп артқа орала салайын. 1.90-ға саундтрек Зирузаның өлеңі болады. Сағыну. Соның клипін түсіреді, короче, осты қылып. Сол кезде Ерлан ағамен сөйлесеміз, танысамыз. Ерлан ағамен шақырады, короче, осындай клипқа түсіп берші, рахметін айтып, сол кезде бір танысамыз. Зирузаға жақындамайсың ғой, танымайсың ғой, сыртынан қарап қоясың. Осы ма Зируза, сол кезде де жүрміз ғой еще. В основном общий съемкаларда көп көрсетіміз. Зируза өзінің осындай подкаст болатын, сол жаққа шақырады. Сол жерде де, короче, максимум көзіне вообще қарамайсың ғой. Келісіп шығасың үйден, короче. Келісіп шығасың да 2 такси отырып кетесің үйден. Бірде менің толстовкаларым кимейді вообще, ни в коем случае. Максимум Томиға бір рет кигізіп суретке түсіріп аласың, а так вообще кимейді, короче. Содан да қорқатынбыз да. Бір мен толстовканы ол киіп қалса, там бірдеңе түсіріп қалса, салып қалса, полиция жетіп қояды, короче. Прям жестко, активно аңдитын еді ғой, короче, на толстовканы екеуі бірге киіп жүр, значит, что-то не так деп. Или кейде ұмытып кетіп бір кепкамен салып жібересің, бір кепкамен. Қандайды? Екеуі жүріп жүреді, типа интернетте, типа подозрение. Шиперинг. Шиперинг па, шиперство ма? Сосын, короче, бір кепкамен сурет салып жібересің, ұмытып кетесің ғой, енді кепкаға қарап жүрмейсің ғой, өмір сүрейік та сәл. Сөйтіп ол да жасың 22 келді ғой. Изидік қой сәл. Например, на эститің кепкамен бүйтіп салып жүремін, ол да салып жүреді. Уже бір-екі адам жаза бастайды запросқа, мынау Азаттың сторисінде, мынау Зируза киіп жүрген кепка ғой деп ше. Өшіп тайсың. Сразу өшіп тайсың, короче. Оқылаға қарамаппын қойған дейсің да, короче. Всегда сондай андай оқып кім инстаграмға бірінші салып қойды соның киімі деші. Иә, соңғы болды қалды, короче. Таңертең тұрасың инстаграмға нормально киініп шыққансың ба? Сол кезде Ерлан ағамен таныстық, ол кезде де, короче, бір таксиге отырып қойып кетеміз ғой, нағылу. Ерлан ағайдан тығылып шығып, 1.90 түрге мектеп алдына шығамыз, жан-жағына қарайсың, жоқ па, кеттік, короче, отырып кетіп қаласың. И сосын бір жерге жиналатын болсақ, түсіп қаласың да, короче, күте тұр, мен кіріп кетейін деп артынан 10 минуттан кейін кіресің ғой, о, қалайсың, Зиру деп амандасың ғой ше. Бәрі как положено ғой, короче, прям план бар ғой. Кинода өмір сүріп жүрсің ғой, короче. Масқара, не деген конспирация? А потом уже Ерлан ағамен мен прям стабильно футбол ойнайтын Алатау дейтін неде. Алатау дейтін команда бар, олар аптасына 2 рет жиналатын, сол жақта всегда барған сайын, амандасқан сайын біліп қоймадым екен деп ше. Андай сценалар болған жоқ па, там груша арып атып, Зирузаның жігітін ұстап алсам, дәл деп сен тұрсың ба? Келіп амандасасың ғой, короче, азо қалайсың, короче. Күшті андай құшағын жайып қарсы алады да, андай қорқытасың, ана туралы біліп қойған. Бір сезім ба, ол саған жақсы қарым-қатынас көрсетіп жатыр да, а сен оны алдап тұрсың деген сияқты. Мен соны айта алмаймын ғой, мен үйге келемін де там, давай айтайық.
давай хотя бы осы кісі білсінші деп арамызда қалсын. Жоқ. Неге сен айтқың келді? Енді кішкене көшеде нормально жүре беру үшін, короче. Адамша өмір Там біреу сыртынан түсіріп алса да мойындамайсың ғой, самый главный. А егер ол кісі білетін болса, ол кісі білсе, болды, уже смело жүре бересің. Там қол ұстасып та, там біреу бірдеңе десе де, ол мойындамайсың ғой, на самом деле жүрмейміз, друзья там. Сондайға айналдырып, сондай қадап жібересің да. А ол кісі білмейді, біреу түсіріп алса, сода страх та всегда. Сол кісімен бірдеңе имет етіп қаласың да, уже саған келіп әңгіме айтатын сияқты ше. Сен типа, қалай в смысле жүрсің сен, короче, оған болмайды деп. Ерлан негізі не ғой? Ақкөңіл жігіт қандай, добрый. Жоқ, жаңағы боксер дейтін ғана естігеміз ғой біз, короче, ломать етіп тастайды. Боксерлардың бәрі мойын добрый үсіп тастайды, короче. Ол кісі кішкене мінезі қиын деп сондай нәрсені құйып аласың ғой миға. Бетонсың ғой, Ерлан айтарсың, ассалаумағалейкум, қалайсыз, короче. Қасында максимум андай тұруға, короче, тұрмауға не істейсің ғой, қашып кетуге ше, амандасып қалайсыз, кетіп қаласың, короче. Футболда ойнап жатсаң, нападать етпейсің ғой. Кезде айтады ма, 2 жыл бойы, не істедің сен бала деген. Не деді ол саған сөйтіп сонымен? Келем, короче, уже кішкене біртүрлі отыр, мындай сұрақ бар, короче. Не дейді екен, короче. Ұрсам екен или ұрып жүрмейм екен дейтін де ой бар, короче. Шапылмен тартып жіберсе, сен неғып айтпайсың маған деп ше. Сондай нәрсені ожидать етіп келе жатырмын ғой мен. И енді өзім сасқалақтап келе жатырмын да, сосын короче түрім жинап аламын да, алыстан қарасам настроение жоқ, жынданып отыр бүйтіп. Бля, деймін ғой қазір вообще, короче. И мен де короче түрім потерял отыр еді, мен де типа түрімді грустный, серьезный қылып келемін ғой. Ассалаумағалейкум, маған қалай, типа, что там не болды? Отыр дейді, короче. Отырам. Серьезный қылып отырмын, ол кісі жынданып отыр бүйтіп ше, короче. Қасында әйелі бар екен жұбайы. Сол кісімен отыр. И мына жақта менің подружкам бар, и братишкамды ертіп алғанмын ғой, жүрші есін таяқ жатса қарап тұрасың, алып қайтасың. Адам көзінше ұрмайтын шығар деп. Алып қайтасың кішкене. Сол жерде білмеймін, енді за компания жүр. Сөйтіп отырады да, азу сен типа осында сендер жүрсің, мен жүрдіңдер ма не типа. Неге айтпайсың дейді де, короче. Мен айтамын, мен жүргенде жүрдік қой, короче, уже өтіп кетті ғой енді. Мойындаймын ғой, короче, енді өтіп кеткен нәрсе оған ештеңе демейтін шығар. Айтамын, жүрдік. Бүйтіп отырады да, неге айтпайсың сен маған, ренжиді ғой, короче. Қол қозылған сайын жыпылықтай ма қол? Бүйтіп ба? Неге айтпайсың сен маған, ол кісі жынданып отыр да еще. Соған жынданып отыр, неге айтпайсың сен маған, типа. Сен білесің ғой, мен саған деген отношениемді білесің ғой, мен сен қалай, типа, футболда көргенде де сыйластығымызды білесің ғой. Сен маған айтқанда мен сенің басың шаба алмайтын едім. Там еркекпіз ғой деген сияқты. Еркек ретінде келмейсің ба маған деп ренжіп жатыр да. Мен айтамын, мен келгім келді ағай, мен сіздің осындай екеніңізді білдім деп құшақтап алсаң, жылап. Осы жерден деп. Артқа айналдырайықшы. Мен келгім келді ағай, осындай. Зируза қарсы болды, короче. Одан аттап жоқ, короче, все барам деп үйтіп сенбеген жоқ. Ол өзі керек емес, кесір тиіп кетпесін, білмей-ақ қойсыншы. Солай лучше болады дегеннен кейін. Ладно деп үндемей жүре бердім. Бәрібір біліп отырсыз ғой, ертең мен кешіп пе деймін де. Енді уақытылы айтқанда да бәрі нормально болатын еді ғой, мен саған ештеңе демейтін едім ғой, бәрі рұқсатын беретін едім ғой деді да. Сөйтіп сондай болды. Мен сол кезде сол кісінің реакциясына таң қалдым, мен басында ойлағанмын мынандай. В смысле, сен неге мені алдына өтпейсің, типа, сөйтіп не істейтін шығар деп ойлағанмын ғой. Докапываться ететін шығар деп. Я так мужик, базар жоқ. Ол кісіні өте қатты сыйлаймын. Мынау туралы базар жоқ. Мен андай өзімді бір программада отқан сияқты сезініп кеттім ғой, отвечаю. Базар жоқ. Андай еще кімдай бұрылған сайын сюрприздер ашылып жатыр ғой. Былай бұрыламын, бір кішкентай бала атып шығады жолдан. Былай бұрыламын, апаң қағып көтере жазасың, не болып жатыр өмірің бауырым деген. Енді қазір жеңілдеп қалдың ба? Болды ма? Енді жақсы қылдың. Жеңілдегенде ондай груз болған жоқ деймін да. Бізде прям бәрі серьезно болатын. Білмеймін енді ол қалай десем ба, мен бірақ өзім кәдімгідей шынымен жақсы көргем. Жақсы көргендіктен сол 2 жыл бойы шыдап жүрдік қой тығылып айтпай. Рахмет ашылып айтып берген үшін, бұл үлкен отпустил күш ғой. С одной стороны. Бұдан кейін не айтарыңды да білмейсің ғой енді. Оксимирон қалып қалды ғой брат деген ба. Не деген конспирация. Не деген құпия, иә? Кәдімгідей. Не, натурно генгстер шет қой прям. Қалай, жақсы әңгімелестік па? Жақсы әңгімелестік. Айтылмайған нәрселер жоқ па, Азо? Жоқ. Бәрін айттым ғой деймін. Келесі подкаст айтайыншы. Айтылма. Квартира іздеп жүрмін деп прикинь. Риэлторлар бар ма таныстар деп прикинь. Өтініш риэлторлар болса комментарий қалдырыңдар, осы жерге каналға жазылыңдар, лайк басыңдар, қолдау күтеміз. Рахмет сендерге көп
ұнады ғой өздеріне? Жақсы жігіт екен. Жақсы жігіт. Шекер деген. Бізге жаман жігіттер жоқ. Шекерде адам өлтіріп қойғаннан кейін сенбей жүрген ғой деген. Адам өлтірген Кім ғой? Шаконы атып тастады ғой. Шакенти. Шакон атты сен. Қарамасым орадан. Мен бірінші сериясын ғана көрдім. Мен жинап жүрмін. Мен көрем. Мен, кстати, вот екінші сезон көрмедім. Екінші сезон сен бірінші сезонда өлтіріп тастадың ба Шаконы? Иә. Бәсе көрмей кетті. Мен туралы дым информация жинамай шақырасың.